ішіндегі өте маңызды біреуі әйел адамдардың өздерінің сұрайтын нәрсесі, чтоб он был решительным дейді ғой. Шешім шығара алу ғой. Шешім не істей алу? Шығару. Яғни шешім шығара алу дегеніміз не? Ответственность, сол жауапкершілік. Және мысалы мынау былай болады, мынау былай болады деген нәрсені жігіт айту керек, немесе соңғы сөзді жігіт айту керек та. Мысалға дейік, егер мен бастық болатын болсам, менің астында бөлімдер бар, оның астында адамдар, қызметкерлер. Бірден проект айтады да маған, осындай проектті бәрін дайындап алып келдіңдер, мен соңында көремін деймін да. Олар отырады, мысалға деймін, проекттің бөлім бар ғой, жасайды, оны бір аптама жасайды, менің алдыма алып келгенде мен соңында не істеймін, бастық ретінде утверждение қараймын, түзетіп, мынаны былай алып тастаңдар, мынаны өзгертіңдер, мынау болмайды, мынаны бүйту керек деймін. Соңғы сөз кімдікі? Деген сияқты. Сондай мен бастық бола аламын ба үйде? Әлде бәрі шешіліп қойған ба маған дейін? Қарасақ, бұл нәрселер басынан бастап, бұл бар ғой, мен өзімнің немде ассоциация ретінде арқан елестетейікші. Арқан. Ол неден тұрады арқан? Қандай жіптерден? Көп жіктер, бұл тізгін деген нәрсе шешім. Сондай бір арқанға өзіміз соған ұқсатам да. Әйелге бүйтіп бергенбіз ғой біз. Бір талдан, сосын бір күн очнулся, гипс бар ғой. Бір күні қарасам, жоқты арқан қолымда. Бәрін беріп қойғам ғой. Оның бар ғой, бір несі бар ғой, андай бір. Ерекше бір мәресін қашан көреміз? Әйелдің шешіп атқан, балаңыз үйленген кезде, немесе тұрмысқа қызыңыз шыққан кезде, енді анық көрінеді ғой. Ресторанды кім табады? Асабамен кім келседі? Қонақтардың тізімін кім жасайды? Олардың бәрін кім шақырады? Бәрін әйелге беріп қойғамыз ғой негізі. Бұл жердегі мықты деген еркек, мен қашан мықтымын? Ақша берсем тойдың мен деген енді джентльменмін ғой ана жерде. Бірақ бәрін шешкен әйел ғой. Тамаданың қасында жүгіріп жүретін кім? Асабаның қасында. Тізімді бәрін жасайтын кім? Кімнен кейін сөйлейтін, сценарий жасайтын? Енді не керек деймін да бізге? Сосын жаңағыда әкем айтатын еді, ауылда біздің құрдастарының ішінде осы шеуінің маңдайында жұлдызы бар деп айтатын да, достарына күлетін еді да. Көмірге дейін солар шешетін еді әйелдері. Көмір, отын, андай нәрсе бәрін әйелдері шешеді да. Директорға кіріп шығады, жаздырып шығады, шөп, жем деген бәрін әйелдері шешеді. Күйеу үйінде жаңағы қора тазалап жүреді. Қалай дейсіздер? Свет өшіп жағылып та сұрайды, сосын жақтыра берсін. Үйде кім шешеді мәселе? Сон қарапайым қайын жұртың сізді қонаққа шақырғанда қалай шақырады сізді? Әйелің арқылы. Бітті деген сөз ғой мысалға. Бірақ кейбір ер адамдар бар ғой, өздері шынымен тек қана әйелімен қарым-қатынас емес, жалпы өмірде шешім қабылдайды. Ол енді өзінің проблемасы да ол. Ол маған кезінде білмеймін енді, ол енді басқа проблема ол. Ана не бар ғой? Симбиоз бар, қашу бар ғой ана жағында. Сол үшін шешім шығарып үйрену керек та. Бұл жерде ата-ана да кінәлі. Қазір мысалы баламызға шешім шығарып үйретуіміз керек. Менің алдыма консультацияға бір жігіт келді. 5 жасымда әкемнен ажырадым дейді, айырылдым дейді, әкем қайтыс болды дейді. 5-ші сыныптан бастап бүкіл үйдегі шешімді анам маған шығартатын болды дейді ғой. Бір жердесім звондайды дейді. Бәленше не істейміз ананы? Қарындасымның өзі менің қызым сияқты мүмкін қыздарды етіп тыңдамауы мүмкін. Менен сұранады дейді. Анамның өзі менен сұранады. Істейміз бе, істемейміз бе? Не істейік? Айтшы. Апарайық па, берейік па, сатайық па, сатпайық деген бәрі соңғы сөзді мен айтамын дейді. Және шешім шығару жігітті жалпы баланы тез есейтеді. Баламен ақылдасыңыз, көресіз қалай. Біз мысалы 18-дегі 20-дағы жігітті қазір бізде білмеймін, что үйді сатайын деп жатыр ғой, мамырдан көшетін сияқтымыз басқа жаққа дейді. Білмейді өзі. Шаруасы жоқ оған. Өйткені ешкім ақылдасып отқан жоқ та мен. Сосын әйелді алып береді оған, қосып береді, содан кейін ана тізім шығарып, шешім шығарып үйренбеген ғой. Сол жалтақтап әйелі бір күтеді, екі күтеді, сосын не істейді? Ысты қолға не істейді енді ол? Жалпы мынадай нәрсе бар екен да, психологияда. Әйел адам шешім шығаратын еркекті жақсы көреді. Шешім шығара алмайтын жігіттің қасында өзін бір еркектің қасында сезінбейді екен да. Болады мынау, болмайды деген нәрсені әдемі түрде айта алуы, әйел мысалға басына қабылдай алмауы мүмкін, бірақ одан дем алады да ол, кислород алады да. Және тағы мынадай нәрсе бар да, әйел бір нәрсені айтты ма, оны білеміз ғой, тілімен
ойы қалай жүреді? Параллель жүреді. Ойындағын айтады ол. Ойланып айтпайды, ойындағын айтады. Одан кейін ойын, мысалы әйеліңіз бір нәрсені айтып тұрады ғой, былай істейікші деп. Енді ойлайсыз ғана бір-екі күн ойланған шығар, 7 рет өлшеген шығар, сөйтіп жарайды дейсіз ғой. Сосын істеп болғаннан кейін не істейді? Бір нәрсеге ақша жұмсайсыз, сосын текке жұмса дейсіз, сен өзің айтқан жұмсайық деген. Мен айта берем ғой дейді. Сонда не істейміз деген кезде, әйел адамның жалпы ойы айтады, ол ойындағын айтады. Сосын алдында курста да өтті, мысалы курсқа қатысқан кезде. Ой айтады, неше түрлі ойларды айтуы мүмкін да, одан кейін айтып барып ойланады ол. Сонда әйелге шамамен 1,5 сағат кемінде уақыт беру керек дейді. Егер ол сізге қайтып келіп 2 сағаттың сол ойды айтса, онда ол біраз ойланды деген сөз. Сол үшін әйелге бірден иә деп айтуға болмайды әйелге. Ой керемет ой, ойланайық, көрейік. Кішкене уақыт өте, жақындағанда қарайық деген сияқты. Жақыннан ұмытып кетуі мүмкін ол білем. Немесе сізге бүйтіп айтады да, мегаға барайықшы бүгін дейді, бала шағамен бәріміз. Енді ойлайсыз, бәрін ақылдасып ойланған шығар деген сияқты. Сосын бір мегаға емес, неге бара салайық мына жерге дейді. Мысалға деген сияқты. Сосын айтады, оданша бар ғой дейді. Сосын бүкіл план жасап қоясыз ғой жаңағыдай. Жолын ойлайсыз, қалай барам, немен қалай істейміз деген сияқты ойлап, шамамен мегаға барсақ, бір андай ақша керек болады. Ол жерде ана бала мында ойнатамыз, мында ойнатамыз деген сияқты. Сосын оданша неге бара салайық дейді да ана. Подружканың үйіне дейді ана. Немесе мысалы бір үйге бара салайық дейді. Сол үйге кіріп шығайық, көп болды ғой кірмегеніміз дейді. Ойлайсыз енді әйтеуір. Не болып кетті бәрі деген сияқты. Бұдан нені түсінеміз? Шешім шығару жалпы әйелге тән нәрсе емес. Әйелде күшті нәрсе бар, инициатива тастау. Күшті идея тастайды, керемет қып. Оны безендіреді идея, бүйтейік, сөйтейік деген күшті нәрсе. Бірақ оның ішінен саралау, оның ішінен сараптау, соңғы шешім шығарып мөрін қою сізге байланысты ол. Солны үйрету керек та әйелге. Сол үшін ешқашан өзің шеше салшы. Осыны әйеліме тапсырдым. Үйдегі білеймін, неге дейін бәрін, кейбір жігіттер квартплатаға дейін бәрін беріп қойған әйелге. Дұрыс ақшаны өзі береді, бірақ әйел төлейді. Әйел барады, әйел шешеді. Бір жігіттің үйіне барып, соның бір жігіт тоқтадық та бір сапар шеккен кезде бір жақтаға. Сосын терезе туралы әңгіме болып кетті. Сосын енді суық соғады екен де. Қысты күні барғанбыз ғой. Сол терезе туралы ауыстыру туралы әңгіме болды. Осындай болса терезе жақсы терезелі қоюға болады деген әңгіме болды да жерде. Сосын екінші күні айтады да жігіт. Сол терезенің бәрін жаңағыдай тапсырып қойдым дейді әйеліме. Қалай деймін да? Соның бәрін мониторинг жасап, қай жерде қандай терезе бар, фирмаларды бәрін білуге. Соны тапсырып қойған әйел соның бәрін біліп жатыр дейді. О қалай деймін да сонда? Түсіндіре алдым ба? Яғни осындай мәселелердің бәрін әйелге не істеу, жүктеу, тапсырудың бәрін өткізіп қою деген сөз. Бір күні айтып отырмын ғой, бір күні жібі де қалмайды ғой сізді. Бүкіл арқанның бәрі әйеліңізде. Одан кейін ала алмайсыз да, оны алсаңыз қылмыскер боласың одан кейін. Сосын алам десең қылмыскерсің ғой сен. Демал дейді ғой. Не болды саған? Не көрінді дейді ғой саған? Кезінде өзің беріп қойғансың деген әңгіме. Мынау не істейміз? Әйел шешеді. Мынау не істейміз? Әйел шешеді. Бәрі әйел шешетін болса, жағдай қиын деген сөз да.